Сәлем достар, баршаңызға бүгін вуп-упай тортынан сан тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Керек заттар бізде жұмыртқа керек болады, және де ұн керек болады. Мен ұнды електен өткізіп дайындап алдым. Және де шоколад пен сары майымызды осылай су моншасында болмаса микроволновкада ертіп алуымыз қажет. Ас содасы керек болады, және какао. Какаоның жақсысын алғандарыңыз дұрыс. Менде итальянский какао және де қант керек болады. Енді шоколады мен сары майымды су моншасында мен ертіп аламын. Енді жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап миксердің көмегімен араластыруымыз қажет. Әппақ болып көпіршігенше кемінде 7 минут, 6 минуттай араластырып тұруымыз қажет. Міне осындай болып көтеріледі, әппақ болып. Үстіне шоколадымыз бен сары майымызды суыған соң ғана үстіне салып араластырамыз. Ыстықтай салуға болмайды. Барлығын араластырып аламыз. Бір келкі болып араластырып алып, енді құрғақ қоспаларымызды дайындап аламыз. Ұнымыздың үстіне какаомызды салдым, және ас содасын салып, барлығын араластырып, жұмыртқамыздың үстіне салып, бір келкі қылып араластырып алуымыз қажет. Мен осылай бірінші қолдың көмегімен араластырып алдым, содан соң барып миксермен араластырдым. Мінекей достар, менің қамырым дайын, қатты қою да емес, қатты сұйық та емес. Осылай 2 сан дайындайтын болғандықтан 2 санға 2 ыдысқа бөліп құйып алдым. Енді менде 5 деген сан болады. Осылай кесіп алдым. Пергаментіне қағазымызға қасықтың көмегімен барлығын осылай салып, санның ішіне құйып, осылай дайындап аламыз. 180 градуста 8 минуттан пісіріп алуымыз қажет. Енді біз кремімізді дайындаймыз. Біздің кілегейіміз салқын болуы қажет. Және сүзбелі ірімшігіміз және сахарный пудрамыз керек болады. Енді біз кілегейімізді миксермен жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластырып, үстіне қант ұнтағымызды аз-аздан салып тұруымыз қажет. Бізде осылай қою болады. Осылай қоюланған кезде біз сүзбелі ірімшігімізді салып, барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Біз сүзбелі ірімшікті салған кезде көп араластыруымызға болмайды, өйткені бізде креміміз іріп кетуі мүмкін. Сол себепті өте көп араластырмаңыздар. Міне біздің креміміз дайын болды. Осындай қою крем болып шықты. Менде вуп-упай тортына арналған 808 деген осындай насадкасымен осындай мешокқа кигізіп бәрін дайындап алдым. Енді тортымызды жинақтайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, барлығы керемет болып шығады деп ойлаймын. Аста жылжып кетпес үшін осылай кремді әр жеріне жағып шығуларыңыз керек. Мен 55 деген санға жасайтын боламын. Енді осылай шариктер салып шығуымыз керек. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Ең бастысы біздің креміміз қою болып шықса, шариктеріміз де біздің әдемі болып шығады. Шариктерімізді осылай салып шыққаннан соң, ортасында бір келкі қылып жауып, кремімізді жағып,
үстіне екінші санымызды қойып, оны да осылай етіп шығуымыз керек. Мінекей достар, барлығын осылай видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей жағып шығасыздар. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мінекей менің тортым дайын болды. Осылай барлығын біркелкі жағып шыққан соң, бетін өз қалауларыңызша әсемдеп шығасыздар. Мінекей менің тортым дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Жанар Баймұрат.